Мұхаммед Хорезми 783 жылы Хорезмде дүниеге келген. Ол 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сандарынан тұратын ондық санау жүйесін жасау арқылы әлем халқын арифметикаға үйреткен. Мұхаммед Хорезми алгоритм жүйесін ашушы болып саналады. Хорезми зиж шығармасында тұңғыш рет тригонометрияға қатысты тангенс функциясын енгізген. Жер жүзінің суреті кітабында алғаш рет жер бетін экватордан полюстерге қарай 7 климатқа бөліп сипаттап берген. Дүние жүзі халықтарының ең ежелгі заманнан өз заманына дейінгі тарихын суреттеген тұңғыш шығарма тарих кітабын жазған. Араб халифасы Мамун 819 жылы түркістандық ірі ғалымдар қатарында Мұхаммед Хорезмиді де Бағдатқа алып кеткен. Осылайша ол жерде хикмет үйінің негізі қаланып, бабамыз оны ұзақ жылдар бойы басқарған. Шығармалары 12 ғасырдан ақ Еуропа тілдеріне аударыла бастаған, әрі университеттерде негізгі оқулық болып саналған. Аталмыш материкте табиғи және анық пәндердің дамуына іргетас болған. Мұхаммед Хорезми Еуропада алгоризми деген атпен танылған. 850 жылы Бағдатта, қазіргі Ирак, қайтыс болған.